Endi sarımsaqdan басқа брокколи және гүлді қырыққабат, яғни брокколи. Қазақтар гүлді қырыққабат деп атауы мүмкін. Сияқты крес тәрізді көкөністер, пияз сияқты көкөністер, міне осылар сіздің ең жақсы ракке қарсы салаттарыңыз болып шығады. Енді біз көкөністердің ішіндегі бағасы қолжетімді және қатерлі ісікке қарсы өзі тікелей жесе азық болатын көкөністі айта кетейік. Ол ұзынша қызыл картоп. Ұзынша тәтті картоп. Ол мынау жай анау жұмырша келетін қызыл картоп емес. Ол анау іші сары немесе іші қызыл жұмыр домалақ болып келетін қызыл картоп емес. Екі жағы ұшы түгелде үшкірейіп кететін тамыр сияқты қызыл картоп. Оны Алматыдан тауып алуға әбден болады. Тәтті картоп деп те аударылады екен, Google-ге сап аударғанда. Енді біз осы қызыл тәтті картоптың пайдасын айта кетейік. Қытай ғалымдары қызыл тәтті картопты ракке қарсы бірінші тамақ деп айтады. Оның сыртын жуып жіберіп, қабығымен духовкада пісіріп, қабығын алып тастамай, қабығымен жесе, рак клеткасын 96% дейін жоятын қасиеті бар екен. Бірақ тәтті картопты Яң Жиншан атты маманның айтуынша көп жеуге болмайды. Қызыл тәтті картоп көкбауыр мен асқазанды нығайта алатынына қарамастан, оны күнде жеуге болмайды деп есептейді Яң Жиншан дәрігері. Сонымен қатар көкбауыры әлсіз, асқазаны нашар және асқазаны жақсы емес адамдар неғұрлым байқап жегені дұрыс. Қызыл тәтті картоптың құрамында оксидаза болғандықтан олар адамның асқазан ішек жолында көмірқышқыл газын көп бөледі. Шамадан тыс тұтыну ішкі бөлерге және ақылыққа әкеледі. Қызыл тәтті картопта да қант салыстырмалы түрде жоғары болғандықтан қант диабетімен ауыратын адамдар байқап жегені дұрыс. Тәтті картоптың калориясы төмен, күріштің 1/3 ғана целлюлоза мен пектинге бай. Олар қанттың майға айналуын болдырмайды. Сондықтан қызыл тәтті картоп сізді семіртпейді. Қызыл тәтті картоптың қоректік заттарының көпшілігі көмірсулар болғандықтан, негізгі тағам ретінде пайдаланылса, ол дұрыс тамақтануға жатпайды. Яғни сіз оны негізгі тағам ретінде ыңқиып тойып жеуіңіздің қажет жоқ, бірақ ракке қарсы бірінші тағам ретінде күніне 1-2 тал жеп қойғаныңыз дұрыс. Оны ұзақ уақыт жеудің қажет жоқ. Қызыл тәтті картопты жиі жеуде іш жүргізетін әсер болуы мүмкін. Сондықтан арықтау үшін қызыл тәтті картопты қалыпты мөлшерде жеуге болады. Калориясы төмен болғандықтан үздіксіз жеуге болады, бірақ әр жол тоя жеудің қажет жоқ. Қызыл тәтті картоптың қант мөлшері онша жоғары емес, шамамен 30% ғана. Ал күріш пен ұнның қант мөлшері 70-80% дейін. Сонда қызыл тәтті картоптың қант құрамы жоғары деген түсінік пайда болмасын. Ол табиғи тәттілік, ал нақты қант мөлшері жоғары нәрсе тәтті емес, күріш пен ұн ғой. Оларда қант пайызы 70-80%-ға дейін. Енді бір жердегі зертхананың көрсеткенінде пісірілген тәтті картоптың сығындысы рак клеткаларының 98%-ын жойған екен. Ал енді чикі қызыл тәтті картоп пісірілмеген қызыл тәтті картоптың рак клеткаларын жою жылдамдығы 95% ғана. Жаңағы зерттеу тышқандарға жүргізілген екен, бірақ адамдарға ұзақ уақыт сынақ жүргізе алмапты. Тышқандарға жүргізген сынақтар қызыл тәтті картоптың
pişirilgen türü 99%ga jetipdi. Yağını tışkandarda grekkiletkilerin bir jolata joyup jiberipdi. Endi adamga жүрgüzülgen zerttew äli toluk emes eken. Birak bunu azık retinde başka kartoplar siyahtı jey berүүge bolatunyny aýtdyk. Kol jetimdi bolsa gününe bir alın jep turuga bolady. Öte dämdi tagam. Kızıl tätli kartop amin kışkıldarına bay. Olar adam agzasına kajetli amin kışkıldarını tolturuga kömekteşedi. Sonmen katar adam agzasına özünün immunitetini jaksartuga kömekteşedi. Kartayuga karşı. Kızıl tätli kartop karotinge bay. Ol antioksidantly rol atkarylat. Sonmen katar agzaga kartayuwdy tuğduratyn bos radikaldary joýuga kömekteşedi. Kızıl tätli kartopdun kuramında diyetalyk talçyklar köp. Kalypty tutunsa iş жүрgüzetini rol atkaryw mümkün. Jana deneden ziyandy zatlardyn bölünüwini tezdetip, terinin kartayuwuny bäseňdetedi. Ol tagy melaninning öndürilүүne kederi keltirip, belgili bir derecede karadaklar men sekpillerinin payda boluuna jol bermey, terini agartady, jana tazartady. Kızıl tätli kartopdu önemi jew şeklerde degi uutlardy aýdap iş жүрgüzedi. Jana şektegi kaldıklardı mümkün dügünçe tezirek çıgaruga kömekteşedi.